Анашым, біз не істеп отырмыз? Қызым, біз көріп отырғаныңдай шаңырақ жасап отырмыз. Шаңырақ деген не? Шаңырақ ол біздің үйіміздің жүрегі. Шаңырақ ол отбасы, бірлік, махаббат. Біз мына шаңырақтың астында бәріміз бірге өмір сүреміз. Онда біздің шаңырағымыз қандай? Біздің шаңырағымыз ең бақытты шаңырақ, ең мейірімді шаңырақ. Мен біздің шаңырақты жақсы көремін. Иә, дұрыс айтасың. Бәріміз де шаңырағымызды жақсы көруіміз керек. Сәлем, менің сүйікті отбасым. Аға, көрдің бе? Анашым екеуміз шаңырақ жасадық. Қандай әдемі қарындасым, шаңырақ туралы не білдің? Анашым айтты, шаңырағы махаббат, шаңырағы бақыт, шаңырағы біздің отбасымыз. Дұрыс айтасың, қарындасым. Міне, осымен біздің бүгінгі жұмысымыз, яғни шаңырағымыз аяқталды. Қазақ халқы үшін шаңырақ ол отбасының, бірліктің жалғасы болып саналады. Сондықтан біз шаңырағымызды қасиетті деп санаймыз. Я анашым, біздің шаңырағымыз мәңгі болсын.